Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен 3 ағзаттан тұратын және өте оп-оңай жасалынатын чак-чак жасаймыз. Кейбір жерлерде хворст деп те атайды. Бұрыннан келе жатқан тәтті өте оңай жасалынады. Міне осылай керегін жасап, қалғанын пісіріп алып қойсаңыздар да болады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Бізге керегі тек қана осы 3 ағзат: жұмыртқа, қоюлатылған сүт және ұн. Алдымен жұмыртқаларымызды жарып, жұмыртқаға аздап шай қасықтың ұшында ғана ас содасын саламыз. Негізі қажет емес. Егер де тағы да бір көтеріліп жақсы шықсын десеңіз, ас содасын да қосуға болады. Қосып араластырамыз біркелкі болғанша. Сосын қажетінше ұн салып, орташа қамыр илейміз. Шамамен 3 жұмыртқаға 400 грамм шамасында ұн кетті. Енді ұн әркімде әрқалай болғандықтан, енді өзіңіздің қамырыңыздың ыңғайына қарай көресіз. Қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр илейміз. Бірікпей кетуі мүмкін. Дәл осылай қойып, бір 15 минуттан кейін қайта илесеңіздер, бірігіп қамыр жақсы иленеді. Міне осылай әдемілеп илеп, жұмыртқаның қамырының жайылуы қиындау болады. Сондықтан осылай бір жарты сағат 40 минутқа тындыруға қалдырамыз. Сосын қамырымызды жайып, кішкене аздап ұн қосып, қамырды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Міне қамырды жұп-жұқа етіп жайып алдым. Сосын өзіңіздің ыңғайына қарай үлкен, кіші жасауыңызға қарай кесіп шығасыздар. Мен осылай ирек-ирек етіп кесемін ба деп ойлаған, бірақ кішкене қиындау болды. Сондықтан пышақпен кесіп шықтым барлығын. Төрт-бұрыштап кесе бердім. Сізге майдалау қажет болса, немесе одан да қатты үлкендеу жасасаңыз да, осылай жасай бересіздер. Ең бастысы бір-біріне қатты жабысып қалмасын, қабат-қабат етіп кесіп, бір-біріне жабыстырып алмаңыздар. Міне видеодағыдай барлығын кесіп, дайындап шығасыздар. Міне барлығын кесіп алдық. Енді ыдысымызға сұйық май құйып, оттың астын қойып қоямыз. Яғни қызып кеткенше, қатты қызып кетпесін, бірден қызарып кетуі мүмкін біздің чак-чактардың қамыры. Сондықтан бір орташа бауырсақ пісіретіндей етіп қызған соң, біреуін салып көріп, жақсы қызған болса, осылай қалғандарын да салып, араластырып отырып пісіріп аламыз. Сарғайтырып пісіріп алсақ жеткілікті, қатты қызарып кетпесін. Міне осылай барлығын алып, яғни қағаздың үстіне аламыз, майы кішкене кетуі үшін. Осылай қағаздың үстіне барлық чак-чактарымызды пісіріп аламыз. Міне барлығын пісірдік, толық суыды чак-чактар. Енді қажетін ғана аламын мен. Өзімізге керегін ғана алып, қоюлатылған сүт қаншалықты жақсы болса, чак-чагыңыз да дәмді шығады. Сондықтан мен Три желанияның қоюлатылған сүтін қолданамын. Міне араластырып, сіз тәтті қаласаңыз, қоюлатылған сүтті көптеу қосыңыз. Міне осылай қылып, бетіне мак сеуіп, әдемілеп дастарханға ұсынамын. Қалған пісірілген чак-чактың қамырын осындай контейнер, ыдыстарға, пакетке салып қойып сақтасаңыз болады. Бір 10-15 күнінде сақталады. Қажет кезде қоюлатылған сүтпен дайындай саласыздар. Міне біздің оп-оңай ғана чак-чагымыз дайын. Өте дәмді, өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған үмиді, астарыңыз дәмді болсын.